100% жарық, махаббаттық жарық болды. Бүкіл түгмесілік, бітпеушілікте сол шындық болды, сәуле болды. Сол махаббатпен, заңдықпен шындық болды, сәуле болды, жан болды. Сол ой болды. Әділетшілік ой болды. Білмеймін. Сол осы әлемді жараттың, ана дүниені жараттың. Ана дүние домалақ өсе береді. 9 миллиард жан бердім. 4,5 миллиард ұл бала, 4,5 миллиард қыз бала. бір жылдан кейін. Бүкіл ұлдар сөйтіп жараттың. Өзін аспан домалақ алам болдым. Әрбір ұлттың, халықтың жері, тілі, әліппесі бердің. Бір ұлға бір қыз. Сақ қазақ. Сақ жерді тапты, қазақ тілді дамытты. Білмеймін. Аспан сенің енді әр кезде болдың ғой. Білді ме, білген жоқ па енді. Аспанды көрді ғой күнді. Және сол кезде жаратылдыңдар. Қазақ сақ маған не қыл деп тұрсыңдар? Ол қазақ сақ жаратылдым деген жоқ па? Мұнда ақсүйек кеп тұр. Мен бірінші бір негіз сақ бірінші кім? Жауынгерсің, жауынгер. Мен сөйтіп сені атадым. Қазақ бірінші ханшы. Мен сені сөйтіп атадым. Білмеймін. Жауынгер ханшы енді өз жеткен тілге сөйтіп айттым. Ақсүйек айтып қойды, мен Алматыны орнаттым, мен бірінші ханмын деп қойды. Тантайда Бейбітхан сен ұқпайсың, мен аспан тәңір құдай деп дінді дамыттым, мен таразды қойдым. Мен кімсің сен? Бисің, бисің. Найман айтады, мен Қарағандыны қойдым, Қарағанды менің астанам. Енді сол кезде бөлінген ғой. Сол кейін бірінші бөлінгенмін дейді қазақтардан. Бүкіл жарты жерді, қазақтың жерін жаулап алдым дейді сөйтіп. Ешкімге бермеймін дейді осы. Ұялы сөйлескішті. Адай неме? Адай маған түк деген жоқ. Өзімен өзі ол апам, анамның жүрегі. Білмеймін, өзімен өзі не жүр, қиналып жүр, білмеймін. Амангелді әкешім, Бақытгүл анашым. Есенұлда атамды көрдім, Найман. Сәлкен апамды, Адайды көрдім. Болды, Адай екен. Құдайға тәубе шүкір, рахмет, аумин. Кімді көрдім түсімде, жүрегімде?